Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді тойымды чуду дайындаймыз. Ең алдымен үлкен ыдысқа айран, қаймақ және ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Ұн қосып, қамыр илеп, тындырып қоямыз. Менде 3 түрлі чуду, яғни 3 түрлі салмамен жасалынады. Бірінші салмаменде көкпияз және сүзбе, яғни творог. Егер қаласаңыздар, көкпиязды қоспауға да болады. Екеуін жақсылап араластырамыз. Алдын ала осылай барлық салмамызды дайындап аламыз. Менде ірімшік және піскен картоп. Тынған қамырды видеода көрсетілгендей арнайы 3 чудуға бөліп қоямыз. Міне, осылай бөлеміз. Енді шамамен қалыңдығы 2 мм етіп жаямыз. Ортасына салмамызды саламыз. Екінші қамырмен бетін жауып, шетін әдемілеп түйеміз. Түйу әдісі менің Instagram парақшамда бар. Instagram парақшама да қосылып қойыңыздар. Мінекей осылай түйіп шығамыз. Пергамент төселген табаға саламыз. Қазір екіншісін түйеміз. Келесі салмаменде ірімшікпен картоппен чудудың ортасын тесіп, бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қаласаңыздар, күнжіт себуге болады. Егер күнжітті ұнатпасаңыздар, сеппесеңіздер де болады. Мен қара күнжіт және ақ күнжітті де қолдандым. Алдын ала пешті 180 градусқа қыздырамыз. Қызып тұрған пешке салып, чудуды шамамен 20-25 минут пісіреміз. Піскен ыстық чудудың бетіне сары май жағамыз. Бетін үлкен ыдыспен жауып, шамамен 5 минутқа қойып қоямыз. Мінекей біздің чуду дайын. Өте тәбет ашарлық. Қазір ортасын кесіп көрсетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте тойымды. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар, және де видео ұнаса лайк басып, пікір жазып қалдырыңыздар. Бүгінге осы. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Аянат.